Қараша айының 17 жылдызында Жетісу мемлекеттік университетінде Қазақстанның 12 дүркін чемпионы, еркін күрестен спорт шебері Мәулен Сатымбайұлы Мамыровпен кездесу өтті. Кездесуге университетіміздің 3 оқу ғимаратынан да студенттер белсене қатысты. Атақты спортшыға спорт жайында да, өмір, арман мен мақсат туралы да көптеген сұрақтар қойылды. Жетісу жерінде туылып, білім ордамызды бітірген жерлесіміз бұл спорт түріне 13 жасында ағасының қолдауымен келгендігін айтып өтті сөз арасында. Жаста болса қанатты ат сияқты оқытушыларының көзіне түскен спортшы алғаш жетістігіне 1988 жылы Австрияда жеткен екен. Әрине, шетелдерде бақ сынасып жүрген соң ағылшын тілінде білу керек. Ағамыз тілді білмесе де әрдайым сөздік жаттап, өздігімше үйренуге тырысамын дейді. Осы жайында шетелдегі қызықты оқиғалармен де бөлісе отырды. Еңбек ету жетістікке жетудің басты жолы деген сөздерді ағамыз жиі айта отырды. Сонау мектеп кезінен бастап жоғарғы оқу орнында да білім мен спортты қатар алып жүріп, осындай жетістікке жету тек еңбектің арқасы. Осындай бір көрегенділігі мен еңбегінің арқасында Азия чемпионы Жандос Исмайлов, Әбікенов Елдос, Дәурен Жұмағазиев атты әлемде бақ сынасып, қазақ атын танытып отырған білікті шәкірттерге жол көрсетіп отыр. Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына арнайы Жетісу мемлекеттік университетіне келіп, студенттермен кездесу өткізіп отырмыз. Студенттермен жақсы сұхбаттасып кездесу өтіп, пікірлер алмасып, олар маған өздеріне керекті сұрақтарын қойып, соған жауап беруге тырыстым. Жақсы сұхбаттасу болды студенттермен. Жақсы ойлаймын, студенттерде жақсы әсер алды деп, мен де жақсы әсер алдым. Осындай жастарға берер өнегелі де үлгілі әңгімеден кейін қай жастың болсын өмірге, білімге, спорт пен оқуға деген құлшынысы арта түспек. Қазақ күресінің майталманы, ұлы палуандардың бірі Мәулен Мамыров бүгін университет студенттерімен кездесіп, өзінің өмір жолын, олимпиадалық торға көтерілген сәттерін, осы тәуелсіз Қазақстанымыздың дамуына қосқан үлесі және еңбегі жайлы сұхбаттасып, студенттердің сұрақтарына жауап беріп, өте жақсы тартымды әңгіме айтып, студенттерге болашақта жақсы азамат боп, білікті маман боп, осы Қазақстанымыздың өркендеуіне үлес қосатындай жақсы өзінің тәлім тәрбиесін айтып, алдағы уақытта жетістіктерге жетуге өте жақсы тартымды үлгісін айтып жеткізді. Сондықтан ол кісіге көп рахмет. Осы университетіміздің ол кісі түлегі, университетіміз жайлы өте жақсы пікірлерін айтып, алдағы уақытта біздің спортшы білімгерлерімізге табыс тілеп, өз жетістіктеріне жетуге тілектес екендігін айтып өтті. Жетісу келіп қонған, кисен киіміс жаңасы көріп болған. Бізде ұлдың оқшен мұңын тұп, әлі күнге мыңына жерік болған деп, осындай мықты азаматтарға Жетісу жері жерік бола берсін.